Ауқымды жарыстың ашылуында қала әкімінің орынбасары Надежда Шарова соғыс және қорғаныс саласының ардагерлері жас патриоттарға белсенділік танытып, үздіктер қатарынан көрінуге шақырды. Назарбаев зияткерлік мектебі базасында өткен шараға 17 әскери патриоттық клубтың тәрбиеленушілері қатысты. Негізгі мақсаты республикалық айбын әскери спорттық ойындарына іріктеу бол есептеледі. Осындай әскери спорттық клубтардың санын көбейту және жастарымызды болашақ отан қорғауға тәрбиелеу. Жарыс аясында командалар автоматты бөлшектеп жинақтау, орыннан ұзақтыққа секіру, белтемірге тартылу, қорғаныс костюмын кию және шалқадан жатып кеудені көтеру сынды 10 әскери қолданбалы спорт түрінен сынға түсті. Мұндай шара оқушылардың әскер қатарына дайындықтарын арттырып, денсаулықтарын шыңдайды дейді ардагерлер. Здоровый человек, он обладает... Дені сау адам түрлі аурудан аман болатыны белгілі. Белсенді жандар өмірдің келеңсіз жайттарына да төтеп бере алады. Сондықтан мұндай шара өте орынды. Жарысқа қатысқан оқушылардың тәрбиелі, дайындықтары жоғары және рухы мықты болып өсері сөзсіз. Бұдан мемлекет те қорғаныс саласы да ұтады. Әскери патриоттық шарадан қыздар да шет қалмады. Солардың бірі алғашқы медициналық көмек көрсету бойынша сынға түскен Назерке Ғалымжанова. Мен ойымша, бұл іс-шара дұрыс жасалған. Болашақта жастардың тәрбиесі өз отанын сүюге насихаттайды. Қарсыластарыма мен тек қана сәттілік тілеймін. Жарыс қорытындысы бойынша 34-ші мектептің Айбын әскери патриоттық клубы бірінші орынды жеңіп алды. Екінші орынға 20-ші мектептің Самұрық клубы ие болса, Шәкәрім атындағы дарынды балаларға арналған мектептің Жас Қыран клубы үшінші орынға табан тіреді. Жеңімпаздар мен жүлдегерлер кубоктармен және дипломдармен марапатталды. Дарын Сағитов, Қайрат Қожахметов, Семей жаңалықтар қызметі.